Баршаларыңызға сәлем қыздар. Біз алдыңғы видеода пиццаға қамыр дайындаған болатынбыз. Ал енді пиццаның соусын бірге дайындайтын боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен алдын ала жуып тазаланған қызанақтарымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Барлығын осылай пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Алдын ала суымызды қайнатып аламыз. Қайнаған суды үстіне құйып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін осылай қабығы оңай алынатын болады. Қабығын және астыңғы жағын тазалап тастаймыз. Сіздер бұл тәсілмен дайындап, қысқа банкіге сақтасаңыздар да болады. Сол кезде соустарыңызды ашып, пиццаға дайындай бересіздер. Блендердің көмегімен жақсылап езгілеп аламыз. Ыдысымызды қыздырамыз және де зәйтүн майын құямыз. Міндетті түрде зәйтүн майын құямыз. Растительный масломен алмастыруға болмайды. Үстінен чесногымызды саламыз, қуырып аламыз. Дайын болған қызанағымызды қосып қуыруды жалғастырамыз. Кішкене қайнағаннан кейін орегано, паприка салып тағы да қайнатамыз. Тұз салу естеріңізден шықпасын. Осылай баяу отта суы тартылғанша жақсылап қуырып қайнатып алатын боламыз. Біздің соусымыз өте қою және де қызыл түске боялады. Суығаннан кейін тестамыздың үстіне жағып қолдана берсек болады.